Кәусар. Қызым. Қызым, кішкентайым менің. Мен сендерді ешкімнен кем қылмай өсіремін. Тағдыр мені қанша қинасады, сендер үшін бәрін жасаймын. Біз сенің дертіңді бірге күресіп емдейміз, я? Сен тек уайымдама. Ештеңеге алаңдама. Бірақ сен ол үшін жазылып кетуіңе сенуің керек. Жарай ма? Ақылдым менің. Анашым, мен шаршадым. Қаншама дәріштім, қаншама жерге бардық. Ары қарай сіздің қиналғаныңызды қаламаймын. Неге олай дейсің, қызым? Мені қиналып жүр деп кім айтты саған? Олай айтпа. Мен сендер үшін өмір сүріп жүрмін ғой. Түсіндің бе? Ал, Айлана, қыздарым, бөлмелеріңді жинап болсаңдар, сабаққа дайындалыңдар. Жарай ма? Мен дәрігерге барып келейін. Араби, әдеміні ауруханаға бүгін сен апарасын. Жолдан абайлаңдар, әдемі ауыр қалып жүрмесін. Байқа, жарай ма, қарындасыңа жақсылап қара. Мен шаруаларымды бітірем, содан кейін өзім алып кетем әдеміні. Анашым, әкешім қашан келеді? Ол кісі мені алып кетпейді ма? Әкеңнің бүгін жұмысында жиналысы бар екен. Оның үстіне шетелден дәрігерлер келген. Соларды өзі күтіп алу керек. Енді әкең деген бір аурухананың басшысы болғандықтан барлығының басы қасында өзі жүру керек. Бірінші рет емес олай болып жатқаны. Әкемнің жұмысы бар болса, ал менің сабағым бар. Керек болса өздеріңіз апарыңыздар. Неге олай айтасың? Араби, қарындасыңның көзінше ешқашан әкеңе тіл тигізбе. Не әдет осы сенікі? Кәусар, сен жазылғаныңды біз барлығымыз күтіп жүрміз. Сол себепті сен шаршадым деп айтпа, ол анамызға ауыр тиеді. Оған түсінен анашым айтқан еді ой, Кәусарым жазылса барлығының бір армандауында орындаймын деп. Сол себепті сен біздің арманымыздың орындалғанын қаласаң, ертерек жазыл. Менің де арманым орындалады ма? Менің үлкен екі арманым бар. Ол қандай білесіңдер ма? Менің ең бірінші арманым Кәусар әпкенің жазылымы кеткені. Ал екінші арманым қандай? Ал екінші арманым... Қыздар, неғып тұрсыңдар, кешігесіңдер ғой сабақтан. Мен де асығыспын, дәрігерге жолығуым керек. Айлана, есікті бәрін реттеп жауып кет, жарай ма? Жарайды. Жақсы. Осы сен де ауырмайтын кезде ауырып, не бар үйде? Екі ортада жүре беріп шаршамадың ба? Сен кесіңнен тағы да сабамнан кешеген деп тұрмын. Аға, олай айтпасаңызшы. Мен әдейі жасамаймын ғой. Осы менің темекпемен ауырғысы келеді дейсіз ба? Сабыр ет. Міне мынаны ауырған кезде себесің. Менің айтқан сөздерімді үйдегілерге айтпа. Жүрендер терек. Анашы, мен сізден бір нәрсе сұрасам болады ма? Сұрай ғой, қызым. Анашым, осы әдемі қашан жазылады? Әкешім демікпемен ауыратын балаларды емдеп тастайды. Ал неге әдеміні емдемейді? Ағамның айтқандары рас па? Түсінбедім, ағаң не деді? Ол әдемінің біздің үйімізде ешкім жақтырмайды. Ол ауырады. Сол үшін әкем одан намыстанып, әде ауруханаға жатқызыптайды. Және әдеміні ешқашан бірге алып кетпейді деді. Ағаң солай деп айтты ма? Олай болса, мен ағаңмен өзім сөйлесем, я? Сен олай ойлама, Аяна. Біз әкең екеуміз сендердің барлықтарыңды бірдей жақсы көреміз.
Жаным сол. Жүре ғой. Ішке ертерек кір, жататын жерін білесің ғой. Іште артық шу шығарма. Әкеміздің абыройына нұқсан келеді. Бар енді. Айлана, сен сабаққа бармадың ба? Анашым, мен үшінші сабаққа барам. Сізбен сөйлескім келген еді. Иә. Айта бер, не сұрағың келеді? Біз осы өзгелер сияқты қашан отбасымызбен қыдырамыз, қашан кино қарауға барамыз. Мен тағы бір дәрігерді таптым. Сол кісімен сөйлесем, егер болып жатса, Кәусар жазылып кетеді. Сосын қатырамыз. Мен де сендерді бала қып, ойната алмағаныма өкінем. Олай демейсіз, Машым. Біз бақыттымыз. Тек сіз уайымдамаңыз. Мен сабаққа ертерек шығайын. Кәусарды да барып көрейін. Сабақ бітсе, алып келермін. Жарайды. Келдің ба? Бер кел, әңгіме бар. Не болды? Неге ашыласыз? Не керек саған? А? Неге кішкентай қыздың миын улап жүрсің сен? Мен не істеп қойдым? Сен бала кейіптен кетіп бара жатырсың ғой? Аянаға не айтып жүрсің сен? Кім айтты саған әкең әдеміні жақтырмайды, масыл деп, а? Неге олай айтып жүрсің? Мен олай деген жоқ. Аяна солай деді ма? 7 жасар қыздың әңгімесіне сеніп отырсыз ба? Ол айта береді ғой. Есіңде болсын, олар ешқашан өтірік айтпайды. Айт шыныңды, неге олай ойлап жүрсің? Өтірік па не? Әдемі ауруғалы сіздер өзі маған жылы сөз сөйледіңіздер ма? Ал әкем ше, жұмыстан басқа ештеңе айтпайды. Ақша берем дейсіздер, жақсы мектепте оқытамын дейсіздер. Маған оның ешқайсысы керек емес. Маған тек сіздерден қолдауларыңыз қажет. Қалай сөйлейсің сен, е? Мен сенің анаңмын, өмірге мен әкелген сені. Дәл солай әдеміні де. Сен оған қазір оңай деп ойлайсың ба? А? Неге түсінбейсің сен? Я анамыз, Аяна ше, неге оны айтпайсыздар? Әдемі. Әлі жалғыз перзенттеріңіз сол ғана ма? Мына сөзіңді әкең естімесін, ұқтың ба мені, е? Естісе жақсылық күтпе. Анашым, мен келдім, бүгін сабақта мен 5 алдым. Бөлмеңе баршы, сенімен сосын сөйлесем, е? Анашым, неге мазаңыз жоқ? Мен сабақтан бүгін 5 алдым, соған қуанбайсыз ба? Әкешім, мен әдемі әлі келмеген ба? Жаным, ау сол, неге қуанбайын? Қуанам ғой. Әдемі қайда? Неге ертіп келмедің оны? Оны ауруханада қалдырып кеттім. Бүгін не болған білмеймін. Медбикеге қырсығып, дәрісін ішпей. Сосын қатесін түсінсін деп сол жерге қалдырып кеттім. Сол қызым бар ғой, менің абыройымды әбден түсіріп бітті. Неге олай дейсің? Кішкентай ғой ол. 6 жасар қызға ерегісіп жасап отырған ісіңді дұрыс деп ойлайсың ба? Ауырып қалса қайтесің? Сен ол жағын уайымдамашы. Түнгі смендегілерге тапсырып кеттім, жақсылап қарасын деп. Білесің ғой, үйде болса болмайтын нәрсеге қырсығатты, дәрісін ішпей қояды. Енді ауруханада көрсетіп жүр сондай нәрсені. Әли, баламен бала болғаныңды қоярсың, а? Болды, қойшы. Өзім жұмыстан шаршап келдім. Басымды қатырмашы. Тағы басталды. Бітпейтін күнделікті ұрыс. Біздің үйде қашан береке болады екен? Саған не жоқ, ай? Тыныш отыр. Мен саған қанша мәрте айтам? Үлкендер сөйлесіп жатқанда араласпа деп.
Әкешім, ұрыспаңыздаршы. Қызым, ұрсып жатқанымыз жоқ қой. Біз әдеміні уайымдап отырмыз. Жақсы болып кетсін деп отырмыз. Қорықпа, ә? Анашым, дәрігер не деді? Кәусарды емдейтін болып шешті ма? Жоқ. Асқынып кетті. Қолдарынан ештеңе келмейді екен. Біз оны жекеменшікті ауруханаларға апаруымыз керек екен. Ал оған ақша қажет. Ертең мен алдыңғы асханаға барып келем. Сен қыздарға жақсылап қара, жарай ма? Тағы да еден жуасыз ба? Басқа жұмыста болмайды ма? Қызым, мен жұмыс таңдайтын жағдайда емеспін. Бір тиын болсын тауып келуім керек. Ертең мүмкіндік туса, Кәусардың еміне қажет болады. Анашым, Кәусарға дейін жетпей жатыр. Не дейсің? Кәусар! Кәусар, қызым, не болып қалды? Айланы тез аппаратта әкел. Демал, терең демал. Әпкем не болып қалды? Енді ол бізбен болмайды ма? Не айтып тұрсың? Жаман ырым шақырмай. Жақсы болады бәрі. Болса енді Айланы. Қане, аша ұсты. Демал. Тағы демал. Болды. Құдай-ай. Үлгердік ау. Сенің орнына мен неге ауырмадым ау осы? Сізге әже хабарласып жатты. Алло? Бәрі жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Я мазастанып отыр. Дәрігер дейсіз бе? Адресін жіберіңізші. Я, әрине барамыз. Жақсы, рахмет. Кейін хабарласам, жарай ма? Жақсы. Анашым, мен сізге айттым ғой. Мен ешқайда апармай қойыңызшы. Мен бәрібір жазылмаймын. Әпке, олай демеңізші, сіз жазыласыз. Көрінбе, Адия дұрыс айтады. Бәрі жақсы болады. Кәусар, қысыға берме. Сен әлі жазылып кетесің. Солай ғой, әпке? Жазылып кетесің. Біз әрқашан сенің жанында боламыз. Ертең біз дәрігерге барамыз. Бәрі жақсы болады. Болды. Тыныштық. Әли, бүгін әдеміні үйге алып келші. Сағынып кеттім қызымды. Болмаса өзім барам. Әзірге оны көрудің қажеті жоқ. Еміне кетер келтіресің. Аналық мейірімді қоя тұршы. Онсыз да қызым бар ғой, мені шаршатты. Адам өз баласына солай бейжай қарай ма? Сен мені негізі түсініп тұрсың ба, Әли? Ой, түсініп тұрмын. Кейін сөйлесейші. Жұмысқа кетуім керек. Бірақ мен оны сағындым. Артық сөздің қажет жоқ. Көңіл күйім түсірмеш. Осы сенікі не көңіл күй? Өз қызыңнан артық болды ма жұмысың? Мен саған кейін сөйлесеміз дедім ғой. Мен бұл дәрілерді ішкім келмейді. Мен үйге барғым келеді. Мен бұл дерттен жазылмаймын. Маған дәрі бермей қойыңыздар. Бірақ бұл дәрілерді ішпесең болмайды. Әли мырза бізге ішкісін деп тапсырған. Ішпесең ұрсып береді. Іше қойшы енді. Әкем келсе маған айтыңызшы. Мен ішемін. Маған әкемді шақырыңыз. Жұмысқа келген соң айтам не? Ал қазір мына дәрілерді ішіп ал. Анашым, Ау, жақындап қалдық па? Бүгін мен жазылам ғой, ә? Дәрігер мені емдейді ғой. Сосын барлығымыздың арманымызды орындайсыз ба? жазыласың қызым, әлі-ақ жазыласың. Кеше әжең бір дәрігер туралы айтып еді ғой. Соған бара жатырмыз. Бұл қалада ең мықты дәрігер екен. Сол кісі саған көмектеседі деп сенемін. Анашым, Ау, мен сізді қатты жақсы көрем.
жанымсың, мен де сені қатты жақсы көрем. Жүре ғой, жүр. Бүгін концерт жазылып келеді ма? Одан кейін барлығымыз ойнаймыз ғой, я? Я, отаны барлығымыз бірге ойнаймыз. Анашым Кәусарды емдеп алып келеді. Екеуің не істеп отырсыңдар мына жерде? Жүріңдер, тамақ ішеміз. Анашым, мені кешіріңізші. Менің әрекеттерім дұрыс болмаған екен. Әдеміні бізден бөлек көргенім менің қателігім. О, қалай сонда бөлек көргенім деген? Сонда әдемі жақсы көрмейсіз бе? Ол да сіздің қарындасыңыз ғой мен сияқты. Олай дегенім жоқ қой. Неге жақсы көрмейін? Жақсы көремін. Анашым, сізде бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы, алаңдама. Ришат қызы Кәусар, жасы 8-де. Дәрігер қашан келеді? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Кабинеттің кілтін берші. Міне. Дәрігер, бізге 8 жасар қыз келді. Демікпемен ауырады екен. Әдемінің жанына жатқызып көресіз бе? Қазір жұмыстарым бар, содан кейін кірем, Мына кісі қалай сөйлейді өзі? Бұндайда дәрігер болады екен ол? Олай демеңіз. Бұл біздің бас дәрігер. Жүріңіз палатаға. Қызық екен, өзің сияқты ауыратын қызды алғаш рет көріп отырмын. Сен жазылып кететінге сонса сенім сол ғой? Анам айтқан, адам неге сенсе сол болады деп. Анаң қайда? Ол осында жүр. Кәусар, осындасың ба? Қызым, біз сағындың ба? Анашым, қатты сағындым. Бізде сені қатты сағындық. Сен болмасаң мен ішім пісіп кетеді. Саған ол жерде ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Тиіссе, айт, өзім сөйлесем. Аға болған түріңнен сенің. Айтпақшы, ол жаққа менің қасыма бір қыз келді. Қандай қыз? Кәусар деген қыз. Ол да мен сияқты демікпемен ауырады екен. Аналары оны көп деген дәрігерлерге алып барыпты. Бірақ олардың әкелері жоқ екен. Оған қарамай біз бақыттымыз дейді. Содан? Қазір ол менің қасымда жатыр. Әкешім, сіз оны көріңізші. Екеуің құрбы болып кеткен шығарсыңдар. Әдемінің іші піспайтын болды ғой. Жаңа құрбы тауыпты. Тағдыры қиын екен, я? Егер біздің ауруханамызға түссе, әкең қарайды. Мүмкіндік болса, емдеп шығарады. Солай ғой әкесі? Иә, әкешім, сіз оны емдеп жазасыз ба? Онда шайларыңды ішіп, сағыныштарын бас болсандар, біз жолға шығайық. Әдемі киіндіріңдер. Мен өзіңіз апарасыз ба? Араби, сен Аянаны жаның алда, әдемі дайындаңдар еме, әкемен сөйлесіп барам өзім. Аяна, жүріңдер. Анашым мен Кәусар әлі неге келмей жатыр? Олар бүгінше келмейтін сияқты ғой. Мен жаңа сөйлестім. Кәусарды ауруханаға жатқызды. Дәрігер емдейді және қарайды екен. Кәусарсыз үйді қызық емес. Ол болмаса үйде ешкім көп жүрмейді. Олай айтпа, ол жазылады. Кішкене ғана күтейік. Анашым бізге сеніп кетті ғой. Әпкем менің қарным ашты, тамақ жейікші. Қазір мен тамақты дайындаймын. Сендер осы бөлмеде күтіңдер. Жарай ма? Әли, осы сен кішкентай қызыңа не деп ренжитініңді дым түсінбей қойдым. Бала екеуміздікі, өмірге келуіне екеуміз себепкерміз. Бірақ ауруды берген екеуміз емес қой. Өзіңді сонша мықты санасаң, дәл сол сияқты аурумен ауырып жатқан балаларды емдесең де өзіңнің қызыңды емдеп жатқан жоқсың ғой. Сонымен не деген кеп тұр сенің? Басқа ештеңе айтқым келіп тұрған жоқ. Қызыңды ертелік алып бар. Сенің алып барып жүргеніне өзін бақытты сезініп жүр. Егер сен оны сезін алсаң. Қызым, мен осы күнге дейін саған үндегенім жоқ. Сен бүкіл дәрілерді жастықтың астына жасып жүрген білем. Олай болмайды ғой қызым. Егер мен құрбыңды емдегені қаласаң, сен де емделуге тиіссің. Осыған келісесің бе? Жарайды әкешім, келісемін. Сол ақыл беріп қой. Онда палатаға барда тез киімді ауыстырып шық. Құрбыңа бірге барамыз. Жарай ма? Жарайды. Бара.
Қызым, сен тамақты көбірек ішші, жарай ма? Сонда тез жазылып кетесің. Жарайды анашым. Ақылым жеу. Кәусар, біз келдік. Менің саған бір қуанышты жаңалығым бар. Енді менің әкем сені де емдейді болды. Енді бірге жазыламыз. Кешіріңіз, сіз сонда бұл қыздың әкесісіз бе? Иә. Рахмет сізге көп. Естідің ба қызым? Шүкір, біз бәрін жеңдік. Енді қызымыз дертінен толықтай айықты. Ештеңеден қорықпасаңдар болады. Келе ғой Жан. Осы уақытқа дейін атақ, абырой, дүние, байлық деп өзімді алдап жүр екенмін. Негізі нағыз шынайы бақыт ол менің отбасым, және де көзімнің қарашығы бала-шағам екен. Өмірімнің мәні де, байлығы да осы отбасы. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.